Дәл қазір SMM мамандарына арналған автопостинг, яғни алдын ала посттарды дайындап қоятын сервисті қалай қолдану керектігін үйренетін боламыз. SMM планер деп аталады. Нақты осы автопостинг сервистерінің ішінде ең жақсысы осы smmplaner.com дейтін сайт. Міне smmplaner.com. Осы сервис арқылы негізінен ең жүргізген тиімді шыны керек. Жалпы тарифтерде онда аса қатты қымбат емес. Мысалға 5 аккаунт, егер шексіз жүргізу үшін 5 аккаунт, мысалға қанша пост салсаңыз да бәрібір барлығы 450 рубльға, яғни әр сіздің бір аккаунт, инстаграм аккаунтыңыз 600 рубльге шақып келеді. Яғни бір айда сіз бір аккаунтқа 600 теңге кетіріп, одан 10 есе 100 есе ақша таба аласыз. Енді бұл жерде егер тариф сатып алатын болсаңыздар, онда видеоны да, фотоны да барлығын жүктей аласыздар. Яғни алдын ала запланировать етіп қоюға болады. Келесі. Енді бұл жерде қазір мен көрсетемін. Өзі басында негізінен тегін жүргізуге сіздерге 50 пост береді. Дәл қазір тіркелу туралы айтатын болайық. Айтамыз. Мына жерден ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники арқылы тіркелуге болады. Одан бөлек email адреспен тіркелуге де болады. Тіркелу үшін мына жерде регистрация батырмасын басып, сол жерден пароль жазып, сөйтіп, как обычно, яғни стандартты тіркелу процесін орындаймыз. Ол қиын емес. Мен тіркеліп қойдым, сондықтан мен қазір бірден кіре берейін. Осы бет, міне ең алғашқы бет осылай тұрады. Және де мына жерде сіздердің жаңағыдай инстаграмдарыңыз осы SMM планерге тіркеген инстаграмдарыңыз осы жерде көрініп тұрады барлығы. Және де мына жерде посттар, мысалы мына жерде егер де осы 8 күніне мысалға 5 пост планға, яғни жоспарға қоятын болсаңыз, мына 8-дің жанында 5 деп сан шығып тұрады. Дәл қазір біз нені көреміз? Ең біріншіден жаңағыдай тарифтерді көреміз. Бұл жерде міне қараңыздар, бесплатный пост, яғни басында 50 пост береді. Және де оны тағы да алу үшін сіз SMM планердің осы әлеуметтік желілердегі бүкіл топтарына тіркелу керек. Сол кезде тағы да 50 пост береді. Жалпы 100 пост болады. Яғни мен қазір полностью бүкіл тегін посттардың барлығын беріп отырмын. Ол 100 постты сіз бір ай ішінде қолдана аласыз. Яғни әр ай сайын сізге 100 пост береді. Одан артық бермейді. Одан кейін міне қараңыздар, бесплатный пост береді. Одан кейін міне тағы да дополнительный қосымша посттар алуға болады. Яғни 290 рубльге 400 пост сатып алсаңыз болады. 400 пост сатып алсаңыз болады. Негізінен бұл аса қатты тиімсіз. Сондықтан мына жерден безлимитный страница деген тариф бар. Осы тарифте сіз 5 аккаунт, яғни 5 аккаунт жүргізуге 450 рубльдік пакетті сатып алғыңыз дұрыс. Яғни 31 күнге жарамды. 31 күн ішінде, яғни 450 рубльға сатып аласыздар, 5 аккаунтты жүргізе бересіздер, шексіз. Видео саласыз, пост саласыз, кез келген қандай нәрсені салғыңыз келеді, сол нәрсені саласыздар. Жалпы осы негізінен мен сіздерге, егер де SMM жаңадан бастап жатсаңыздар, 3 пост не 5 постты таңдағандарыңыз дұрыс болады, және де сізге тиімді болады. Ал егер де одан да көп сіздің жүргізіп жатқан аккаунттарыңыз көп болатын болса, оның 10-20 постты сатып аласыздар. Одан кейін мына жерде мысалға публикация видео. Бұны, яғни видеоны публикация жасауға бөлек сатып алуға болады. Яғни тек қана видео жүктейтіндей. Яғни бұл қосымша қызметтер. Қосымша қызмет түрлері осы жерде видеоны мына жерде 1 жылға сатып алуға болады 3000 рубльге. Келесі мына жерден жалпы аккаунтты қалай тіркейміз, соны көрейік. Міне, аккаунтты тіркеу үшін осы аккаунт бөліміне өту керек. Өткеннен кейін міне қандай әлеуметтік желілермен жұмыс жасауға болады осы планер арқылы. ВКонтакте, Facebook, Twitter, Одноклассники, Instagram,
Telegram және де Viber. Осы инстаграмдар арқылы жұмыс жасай аласыздар. Осы әлеуметтік желілер арқылы жұмыс жасай аласыздар. Осы әлеуметтік желілердегі аккаунттарды сіз осы планерге кіргізе аласыздар, тіркей аласыздар. Дәл қазір менде осы страницалар, яғни 3 инстаграм және де 1 телеграм канал тіркеліп тұр. Әр әлеуметтік желіні тіркеудің өзінің талаптары бар. Инстаграм тіркеу үшін логин мен пароль жеткілікті. Ал егерде телеграм тіркейтін болсаңыз, телеграм тіркеу үшін 5 қадамды орындау керек. 5 қадам осы жерде барлығы жазылып тұр. Түсінікті, ешқандай қиындығы жоқ, кез келген адам түсініп кете алады. Осы жерден жаңа добавить новый бот деп ботты тіркейсіздер. Барлығы түсінікті, мен өзім түсіндіріп жатпайын, сіздер оқып түсініп аласыздар деген ойдамын. Келесі, осылай тіркейсіздер, инстаграм логин пароль тіркейсіздер. Мен дәл осылай 3 инстаграм аккаунт тіркедім. Енді тіркеп болдық. Тіркеп болғаннан кейін барып не жасаймыз? Әрине посттарды планға, яғни жоспарға қоятынымыз, запланировать етеміз. Міне, мынау менің бұрынғы жарияланған посттарым, яғни барлық посттар 105, мысалға 106 болуы мүмкін, мына жерде опубликованный 105 болуы мүмкін. Яғни бір пост мысалы қате шығып кетуі мүмкін, сондықтан мен оны жариялаған жоқпын деген секілді. Ал мына жерде опубликованный, бұл жерде инстаграмға шыққан посттар. Мен бұл сервисті Decolo KZ аяқ киім компаниясының инстаграм жүргізіп жатқан кезде қолданған болатын, өте тиімді. Сол кезде жақсы жүргіздім. Енді қараңыздар, қалай посттарды планға қою керек. Мына жерде запланировать пост деген батырма болады, осыны басамыз. Басқаннан кейін мына жерде сіз өзіңіздің call to action, offer, copywriting, мысалы пайдалы ақпараттарды осы жерде барлығын жазасыздар. Осы жерден хэштегтерді де белгілейсіздер. Одан кейін бар, міне текст жаздық, енді фотоны жүктейміз. Мысалға жеке бренд болса, өзіңіздің фотоңызды аласыздар да ноутбукқа жүктеп, ноутбуктан осы жерден осы SMM планерге жүктейсіздер. Енді мына жерден қараңыздар, без проекті деп тұр. Проект деген не нәрсе? Ол осы сіздің аккаунтыңыз. Инстаграм аккаунт, не телеграм деген секілді. Мына жерден инстаграм таңдайсыздар өздеріңіздің, және де осы инстаграм жанында мына жерде уақыт тұрады, ең бірінші күн тұрады, яғни күн белгілейсіздер. Мысалы қазір сағат 00:37, мен аламда сағат таңғы 7:30-да. 7:30-да пост шығады автомат түрде. Тіпті мен 7:30-да ұйықтап жатсам да, жұмыс жасап жатсам да, жолда кетіп бара жатсам да, мүмкін менің телефонымда интернет болмаған жағдайда да бұл пост автомат түрде өзі шығады. Енді қараңыздар, мына жерден комментарийді өшіріп тастауға болады. Одан бөлек IGTV-ге жүктеуге болады видео. IGTV-ге тек қана видео жүктей аласыздар. Одан кейін сториске жүктеуге болады. Мына жерде сторис батырматын, мына жерде галочка қоятын болсаңыздар, сіздің постыңыз лентаға шықпайды, тек қана сторисқа шығады. Осы жерден бір жаңағыдай осы нәрсені қатты қарау керек. Яғни егерде мына жерден галочканы қойып кететін болсаңыздар, онда сіздің осы суретіңіз, жүктеген суретіңіз сториске ғана шығады да лентаға шықпайды. Және де мына жерде комментарий тіркеуге болады. Яғни бірден автомат түрде мысалға бірден комментарий жазып кетесіз, одан кейін барып сіз ең алғаш болып комментарий өзіңіздің постыңыздың астына комментарий жаздырып. Мысалы комментарий не үшін? Тағы да қосымша хэштегтерді қойсаңыздар болады. Ол жағынан сіз өздеріңіз экспертсіздер, не жасауға болатынын өздеріңіз білесіздер. Мына жерден опрос жасауға болады. Опрос бұл сториске қатысты, яғни сториске қатысты. Одан кейін мына жерде осы суретті өзгертуге болады, редактировать етуге болады. Мына жерде фильтр барлығын қойсаңыздар болады, наклейка, текст барлығын қойсаңыздар болады. Одан кейін осы суреттің үстіне адамдарды белгілеп кетуге болады. Мысалға Аида Бернебек. Осылай белгілеп кетесіздер, одан кейін окейді басасыздар. Жалпы мүмкіндіктері осы. Мына жерде инстаграмға жаңағыдай өзінің несі бар, өздеріңіз білетіндей қанша символ жазуға болатын. Яғни бұл жерде осы жерде қанша символ қалған барлығын автомат түрде көрсетіліп тұрады. Және де осы бір лентаның астына текстке 30 хэштег қоюға болады. Және де мен әлі тағы да 29 хэштег қоя аламын. Енді келесі, яғни местаны белгілеуге болады. Яғни бұл жерде өзіңіздің, қазір мысалға өзіңіздің отырған жеріңізді немесе басқа да жерлерді белгілеп кетуге болады. Кейін енді міне уақытын, мына жерде күн белгіледік, посттың шығатын уақытын белгіледік.
енді мына жерде проект таңдадық, яғни мына жерде бірнеше проект таңдауға болады, яғни әрқайсысына осы пост барлығына шығып отырады. Бірнеше инстаграм, мысалға бір тақырыпта бірнеше инстаграм жүргізетін болсаңыздар, бір салада мысалға, бірден автоматты түрде бір постты бірнеше аккаунтқа шығаруға болады, бірақ ол бір бірінен жаңағыдай қайталанбай отырады да, бұл тиімсіз болады, оны өздеріңіз білесіздер. Міне постты қалай шығару керектігін түсіндік, иә. Енді барлығын бітіргеннен кейін, жасап болғаннан кейін, проект соңында таңдайсыздар, таңдап болғаннан кейін окей батырмасын басасыздар. Басқаннан кейін барлық қазір жүктеліп жатыр. Қазір жүктелгенін күтейік. Негізінен айтатыным, бұл сервисті қолдану өте оңай, және де бұл ең тиімді сервис деп айта аламын, себебі мен өзім қолданғандықтан сіздерге ұсына аламын. Бір жағынан арзан, бір жағынан функциясы өте жақсы дамыған, және де автопостингке мысалға алдын ала 100 постты салуға болады. Мысалға күніне бір пост шығарып отырсаңыздар, мысалға тек қана сурет болатын болса, онда сіз 3 аккаунтты жүргізіп отыра аласыз, яғни бесплатно 3 аккаунтты жүргізіп отыра аласыз, ал видеоны өзіңіз қолмен мысалға Instagram приложение арқылы салып отыра аласыз. Яғни бұл жерде сіз 100 пост тегін алған кезде 3 Instagramды осы сервис арқылы алдын ала орнатып қойып, біраз жұмысыңыз жеңілдейді. Сіз тек қана видеоларды жүктеп, сторис салып отырып, Instagramды тегін жүргізіп отыра аласыздар осы жерден. Одан кейін бір пост деген, яғни бір публикация. Публикацияға сторис те жатады, және де пост та жатады. Яғни бір сторис салатын болсаңыз, онда бір пост кетті деген сөз. Сол секілді. Жалпы мен қазір ұзаққа созып кетті. Обновить салайын. Интернет істемей қалды ғой. Қазір міне барлығын қайтадан қараңыздар, барлығы сақталып тұр. Қазір проект белгілейміз. Жерде просто белгілемесек те болады. Бірнеше фотоны жүктей аласыздар тағы да. Және де кейін барлығын болғаннан кейін окей батырмасын басасыздар. Міне біздің пост запланирован, яғни біз белгілеген уақытта ол біздің лентаға шығады. Енді мына қараңыздар. Мына жерде запланировать историяды бассаңыз, бұл үшін сіз ақша төлеу керек боласыз. Ақша төлегіңіз келмесе, онда мына жерде запланировать пост дейсіз. Запланировать пост деп жазасыздар. Мына жердегі текст сториске шықпайды бәрібір. Бұл жердегі текст сториске шықпайды, және де сіз мысалға бір суретті жүктедіңіз, және де мына проект таңдадыңыз. Таңдаған кезде сториске шығару үшін опубликовать в сторис деп басасыз. Осында басасыз, және де уақытын белгілейсіз. Мысалға таңертең біздің пост бана 7:37-те шықты, одан кейін сториске салған кезде мысалға мынандай пост шықты, дәл қазір парақшаға кіріп көріңіздер деген секілді. Мысалға сторис салыңыз,
Одан кейін барып окей батырмасын басамыз да. Дәл 7:44-те біздің сторис шығады. Міне қараңыздар, мынау лентаға шығады, мынау сториске шығады. Міне барлығын белгілеп қойдық. Енді бұны мысалға сіз бір нәрсе қателесіп кеттіңіз, енді қалай редактировать ету керек? Яғни мына жердегі батырманы басасыздар. Міне мына жердегі батырманы басасыздар, редактировать. Осы арқылы өзгертіп, кейін тағы да окей батырмасын басасыздар. Ал егерде мысалға постты қате шығарып қоятын болсаңыздар, бұл постты кетіре салуға да болады. Яғни бұл жерде удалить дегенді басасыздар, және де сіздің постыңыз кетеді. Аха, так. Мына пост менің лентамда шығып кетті ғой деймін. Менің лентамда шығып кетті. Яғни уақытын мен қазір мына жерде міндетті түрде уақытын дұрыстап қою керек. Уақытын дұрыстап қойған кезде ғана сіздер Инстаграмдағы барлығын тиімді жүргізе аласыздар. Мен сіздерге практика жүзінде де көрсете аламын. Мына жерде лентаға шығып кетті. Скрин жасай салайын, сосын кейін сіздерге осы видеоға да немесе қосып бере аламын. Жақсы. Жалпы осы негізінен бұл SMM планер сервисімен жұмыс жасау өте оңай. Мына жерде қарасаңыздар, мына жерде мен бірнеше аккаунттар тіркеген болатынмын. Және де бұдан бөлек бұны мен соңғы кезде ғана білдім. Одан кейін барып, мына қараңыздар, контент жазуға идея болмай жатады. Сол кезде сізге идея для контента бөлімі көмектеседі. Яғни бұл жерде бүкіл осы әлемде болып жатқан жағдайлар, әлемде болып жатқан мысалға 16 желтоқсан тәуелсіздік күні деген секілді бүкіл жаңағыдай праздниктердің календарі тұрады. Осы жерден, яғни инфоповод, яғни бір қандай да бір жаңағыдай қандай да бір жағдаймен повод болып жатса, поводпен бір событие болып жатса, осы жерде бар, және де соған байланысты сіз өзіңіздің жасап жатқан салаңызға байланысты пост шығара аласыздар. Яғни бұл жерден сіздер идея ала аласыздар. Жалпы аса қатты көрсетудің қажеті жоқ, себебі оп-оңай. Яғни ішінде әртүрлі посттар болады. Соны көре аласыздар. Жалпы осы негізінен SMM планермен жұмыс жасау қиын емес. Егерде тағы да бір сұрақтарыңыз болып жатса, онда осы видеоның астында комментарийге жазып кетсеңіздер болады. Жалпы осы біздер бүгінгі сабақты бітірдік. Енді келесі сабақтарды тағы да көру үшін каналға жазылып қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар.